Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті көрермендер, баршамызға кіріп келген 12 айдың сұлтаны болған қасиетті Рамазан айы баршамызға хайырлы, берекетті, мүбәрәк болсын. Рамазан айында жасап жатқан әрбір амалдарымызды, дұға тілектерімізді, хайыр, ихсан, садақаларымызды Алла Тағала қабыл еткен болсын. Бүгін өздеріңізбен қозғағалы отырған тақырыбымыз бұл жалпы уақып амалының, уақып жасаудың ерекшеліктері туралы сөз қозғағалы отырмыз. Енді бұл уақыпқа байланысты көптеген нәрселерді айтуға болады, бірақ соның ішінде біз үшін ең негізгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисімен бастауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам баласы бұл фәни жалған дүниемен қош айтысқаннан кейін ол адамның бүкіл амалдары тоқтайды дейді. Біз қазіргі тірі күнімізде кез келген нәрсені жасау арқылы, жақсы істерді Алла Тағаланың бұйырған бұйрықтарын жасау арқылы, немесе тыйымдарынан тыйылу арқылы сансыз сауаптарды амал дәптерімізге жазуымызға болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам баласы дүниеден өткеннен кейін ол адамның бүкіл амалдары сол жерде тоқтайды дейді. Тек мына 3 амалы ғана ол кісінің арқасынан барып тұрады дейді. Біріншісі, білесіздер, бұл валаду солиха, яғни сондай бір салихалы баласы. Яғни ол кісіге арқасынан дұға жасап отыратын салихалы ұл немесе қыз перзенттері. Және пайдалы ілім дейді, қараңыздар. Пайдалы ілім және сонымен қоса садақатул жария. Яғни садақатул жария деген сөзді біз дұрыс түсінуіміз керек. Яғни садақатул жария деген жасап жатқан садақаңызды баршасына жариялап тұрып жасау деген сөз емес. Тиісінше тірі күніңізде жасап кеткен садақаңыздың, тірі күніңізде жасап кеткен, құрып кеткен ғимараттарыңыздың сол тоқтаусыз арқаңыздан барып тұратындай сауап ретінде жазылу екен. Мысалы, бір кісі тірі күнінде Алланың разылығын көздеп бір медресе соғып кетті. Сол медресе қашан қирап жоқ болып кеткенше оның ішіндегі оқып жатқан құрандар, оның ішіндегі беріліп жатқан пайдалы ілімдердің барлығы ол кісі дүниеден өтіп кетсе де арқасынан сансыз сауап ретінде барып отырады. Ал енді уақып қорының, жалпы уақып істерінің ең негізгі мақсаты бұл бір реттік садақамен ғана сауапты шектеу емес, керісінше сондай бір пайдалы істеу арқылы ол кісінің арқасынан сансыз сауаптардың барып тұруын қамтамасыз ететін осы уақып қорының істеріне жатады. Енді жаңағы жоғарыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген хадистерінде бізге ескертіп өткен. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мединаға хижрет еткен кезде ең алғашқы Құба дейтін, яғни Медина қаласының сыртындағы жерден естеді, Құба дейтін жерге мешіт салу ісін бастады. Сол жердің өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жердің көлемін естіп, сатып алып, сол жерді уақып ретінде халыққа, елдің игілігінен естеді, пайдаланды. Әрине оның арқасында өте үлкен хикметтер бар. Ол мұхаджирлер мен аңсарлардың жүрегін табыстыру, исламға сондай бір терең көзқараспен үйрету мақсатында да ол істерді жасаған болатын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан болған Абу Дарда радиаллаху анху Шам жерінде, Шам өлкесіне пайғамбар әрине дүниеден өтіп кеткеннен кейін Шам жеріне барып қоныстанады. Сол жерге қоныстанған кезде бір үлкен ағаштарды отырғызып жатады. Сол ағаштарды отырғызып жатқанын сырттан бақылап тұрған бір кісі Абу Дарданың, яғни дүниеге деген қызығушылықпен, дүниеге деген құмартушылықпен сол істерді жасап жатыр деп ойлайды. Жаңа ағаштарды отырғызу арқылы, сол жерден түскен пайданы өзіне пайдалану арқылы, пайдалану мақсатымен жасап жатыр деп ойлайды. Сосын айтады: ей Абу Дарда, сен пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан емессің бе? Пайғамбардың көзін көрген азамат емессің бе? Неге сонша дүниеге құмарттың деген кезде Абу Дарда айтады: тоқтай тұр,
сен бірінші ойыңды дұрыста. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім бір ағаш отырғызса, немесе егін ексе, сол отырғызған ағашының жемістерін, егіндерінің жемістерін бір адам, құс немесе жануар пайдаланса. Мысалы, адам баласы ол ағаштың астында көлеңкелеп отыруы мүмкін, құстар ол жемістен пайдалануы мүмкін, адам пайдалануы мүмкін. Соны пайдаланатын болса, онда сол пайдаланған әрбір затынан ол кісіге садақа ретінде жазылып отырады деп айтады. Сосын ана кісі ол кісінің айтып жатқан сөздеріне риза болып, ол кісі де бір жақсы істерді жасау керек екенін түсіндіреді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет келіп қалса да қолыңдағы егейін деп тұрған ағашыңды отырғыз дейді. Демек, өркениет қалыптастыру, қоғамға пайдалы болу дейтін нәрсені біз не істемеуіміз керек екен, шектемеуіміз керек екен. Және де мынау пайғамбарымыздың заманында Абдулла ибн Омар деген, Омар радиаллаху анхудың ұлдарынан болған кісі болады. Ол кісі былай деп баяндап береді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күллі сахабалардың барлығын жинап, былай деп айтты дейді. Ағаштардың ішінде адам баласына ұқсайтын бір ағаш бар деп айтты дейді. Оны кім біледі деген кезде Абдулла ибн Омар айтады. Мен ол ағаштың құрма екенін біліп тұрдым дейді ішімнен. Бірақ сол жиындағы, сол берекелді отырыстағы жасы ең кіші болғаннан кейін үлкендердің алдын аттап өтіп кетпейін деген ниетпен ыңғайсызданып, ештеңе деп айтпадым дейді. Содан соң біраз уақыттан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол құрма ағашы деп айтты дейді. Қараңыздар, құрма ағашы. Неге құрма ағашы адамдарға көлеңкі болады? Енді ол аймақтарды білесіздер ғой, өте ыстық, адамдарға көлеңкі болып, жандарына рахат сыйлайды. Және оның жемісін жеу арқылы адам баласын естиді, азықтанады. Демек, бұл өте пайдалы істерден болып саналады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хойрун наси анфаухум линнас, яғни адамдардың ең жақсысы, хайырлысы адамдарға пайдалы бола алған адамдар дейді. Сосын біз жаңағы құрма ағашын өзіміздің қазақтың мына бір керемет мақалмен де оны сипаттап өтуге болады. Қазақта бір керемет сөз бар. Таспен ұрғанда аспен ұр дейді. Мысалы, сіз құрма ағашына тас лақтырсаңыз, ол сізге сол тасты қайтадан бетіңізге түсірмейді, керісінше жемісін төгеді, асын береді, жейтін құнарлы затыңызды береді. Сондықтан да құрметті жамағат, құрметті бауырлар, біз әр қайсысымыз осы адамдарға пайдалы болу дейтін істі жасауға тырысуымыз керек екен. Енді мынау уақып қорының жасап жатқан істерін де біз барынша қолдап, қолпаштап, ол кісілерге қолдау көрсететін болсақ, онда елімізде өркениет қалыптасады, қоғамға пайдалы болу дейтін түсінік қалыптасады. Алла тағала қасиетті Рамазан айында жасап жатқан дұғаларымызды, ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін.